Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және де мен сіздерге Back to School деген видеомен келген жоқпын. Бұл жолы ондай видео болмайды. Бұл жолы Back to Univer деген рубриканы бастаймыз. Алда 4 жыл бойы тек қана осы рубрикада видеолар түсіретін боламын. Яғни именно универге байланысты школьный тақырыптарды менен күтіңіздер. Не дедім? Универге байланысты школьный тақырыптар. Енді мен оқушы емеспін, енді мен студентпін, сол себептен де бүгіннен бастап енді Back to School болмайды, ол кез енді қайтып келмейді. Қазір мен сіздерге өзімнің осы универге алған, осы оқу жылына алған заттарымды полностью көрсетіп шығамын. То есть оның ішінде кеңсе тауарлары, оның ішінде даже жаңағы уходовый заттар, потому что мен все-таки оны универге алдым ғой, универде әдемі болып жүруім керек қой. И одан кейін барып біздің киімдерімізді көрсететін боламын. Қандай киімдер алдым? Бізде негізінде мектепте, то есть универде, енді айтып, тілімді осыған үйрету керек. Енді мектеп демеймін, тек қана универ. Мен Казгюға түстім, Казгюда оқимын. Ол жерде бізде бір классический деген формада жоқ, даже классический емес, вообще свободный форма, то есть өзіңе қалай комфортно болса, солай киінесің, толстовка киесің ба, қызыл, жасыл киесің ба, ашық киінесің ба, жабық киінесің ба, онда, то есть ол жерде ешқандай ештеңеге қарамайды екен. Сол себептен де менің алған киімдерім де сондай, в принципе. Бірақ та все равно классический алуға тырыстым, потому что менің өзімнің стилім сондай бір классический, знаете, яркий, выделяться еткенді онша ұнатпаймын. Короче, давайте біз бастаймыз. Бірінші канцеляриядан бастаймыз. Осы жылы мен кәдімгідей канцелярияны іздеген жоқпын, кәдімгідей әдемілерін алуға тырысқан жоқпын. То есть қазір в прямом көп нәрсе алған жоқпын, то есть осындай дәптерлер. На самом деле бұл ең әдемілері, то есть әдемілері болды, бірақ та әдемілері ең кемінде 500 теңге, 1000 теңге. Прикиньте, жай ғана осындай дәптер 500 теңге или 1000 теңге. Сол себептен мен қарапайым осындай әдемілерін таңдауға тырыстым. Осындай бір дәптерлер алдым. Бірақ та мен зато осындай дәптер тауып алдым, бірақ та екеу ғана таптым. Сондай бір қарапайым, минималистичный. Ұстағанда да на ощупь сондай бір күшті да. Бізде далада құрылыс болып жатыр, үй салып жатыр, сол себептен күнде видео түсірейін десем, осы звук менің мазамды келтіреді. Осы звук всегда маған мешать етеді. Ол құрылыстың бітетін күткенше 3 жыл күтеміз. Лучше мен түсіре беремін, дауысы шыға берсін. Сіздерге ол мешать етпейді деп үміттенемін. Сіздер, наверное, алдыңғы жылғы Back to School'ды көрдіңіздер. Оның алдыңғы жылғысы и оның алдыңғы жылғысы. То есть мен 3 рет осылай сіздерге киімдерімді, алған канцелярияны көрсеткен болатынмын. И прям уже өсіп кеткен, ғой, понимаете, то есть 3 жыл бойы сіздермен бірге болдыңыздар. Ал қазір мен уже студентке түстім, ал қазір мен уже бұрынғыдай әдемі канцелярияға қызықпаймын. Қарапайым стикерлер просто заметке жазғанға прям керек болады. Одан кейін мындай бір қарапайым дәптерлер, оның өзі көп емес. И қарапайым ручкалар. В принципе, біз канцелярияны бітірдік. Тек қана осы нәрселерді алдым. Егер мен даже осы видеоны түсірмесем, бұл нәрселерді де мен, наверное, алмайтын едім. Итак, енді мен қазір киімдерімді көрсетіп бастаймын. Все-таки енді мектеп формасы болмағандықтан барлығымыз андай күнде бір стильный көрінуге тырысамыз. Мен де бір стильный образдар жасау үшін базовый киімдер алуға тырыстым. Например, адан бастайық, ең қарапайымнан, ең бірінші осы Қазақ Репаевтен алған свитшотты да мен күнделікті киетін боламын суық күндері. Дәл менің үстімдегідей ақ свитшот, бірақ та ештеңесі жоқ, жұқа. Любой киіммен үйлестіріп кетуге болады. Қыста, күзде, суық күндері киюге болады, бірақ та бұндай қатты қалың емес, сонысы жақсы, дышащий материал. Сол себептен қатты терлемейсің, жаурамайсың, сондай болғасын. Еще оверсайз, яғни кең тұрады. Кие бересің, андай настроением жоқ кезде, әдемі киінгің келмей, қатты выделяться еткің келмеген кезде, осылай просто қарапайым свитшот кие саласында, но все равно модный болып жүресің. Сосын мен негізі жазда алған болатын осындай джинсы, қарапайым, мом джинсы, аяғы жинақы. Аяққа прям әдемі тұрады, фигураңды көрсетіп, кәдімгідей по фигуре тұрады. Сол себептен де алдым. Бұны жазда алған болатын, бірақ та осы универде күнделікті киінге универсальный түрде осы джинсыны любой киіммен киіп жүретін боламын. Котоннан шорты алдым. Шорты болғанда қарапайым бермуды дейді ғой. То есть ұзын шорты алдым, тізеге дейін да ұзындығы. Бұны тоже жаңағы рубашкамен де, футболкамен де, пиджакпен де кие бересің. Универге прям күшті вариант, себебі қып-қысқа да емес, ұп-ұзын бір шалбар да емес, ұп-ұзын менде шалбар бар. Тағы да бермуды алдым, почему-то бермуды ала берем. Міндетті түрде көрсеңіздер болады, Softstyle деген магазин күшті екен. Ол жерде тоже осындай бермуды алдым. То есть ұзын тізеге дейінгі шорты. Белгілі осындай резинкасы бар, качествосы, то есть бұның материалы андай
не да қатты да материал, тренчтің материал сияқты да. Барлық киіммен бірге үйлестіріп те кисем болады. Почему-то еще менің гардеробымда андай бежевый нәрселер көбейіп кетіпті. Честно, қазір сіздер өздеріңіз көретін боласыздар. Сосын мен бір шоурумнан тағы да бір күшті свитер алдым. Прям негізінде бұл свитерді біз менің телеграмда сіздермен, подписчиктермен бірге таңдаған болатынбыз. Көбісі осы полосатый свитерға дауыс берген. Прям күшті материалы да андай қап-қалың емес та, прям созылмайды, еще андай жеңіл, денеде прям жеңіл тұрады, еще жаурамайсың, терлемейсің. Сондай нелер киімдер ұнайды да маған, қатты қалың киімдерді кигенін ұнатпаймын. Еще алды воротник. Что-то сондай воротниктерге қызығып жүрмін, әртүрлі тенниска сияқты киімдерге ше. Бір жағынан модный и бір жағынан осындай комфортный болуы мен үшін маңызды болды. Ыңғайсызданбай жүретін киімдер алуға тырыстым. Келесі покупка ол бізде двойка. Бұл двойканы тоже сіздер инстаграмда таңдаған болатынсыздар. То есть осының көк түсі де болатын. Сіздер көптеріңіз прям 50-50 болып қалды ғой. Таңдап бежевыйын таңдадық. Бұның алды тоже воротник. И бұл андай трикотаж дейтінде, трикотаж да емес та, бір басқаша материал, хбшка. Материалы тоже өте жұқа, сондай бір қалың емес, ыңғайлы дышащий материалда. И астында дәл осындай бір шалбары бар. Бұл шалбар прям өте ыңғайлы, андай аяққа күшті тұрады да. Күнде джинсы кие бер шаршап кетесің ғой. Кстати, мынаны қысқарту керек, әйтпесе өте ұзын прям. Сосын осындай пиджак алдым. Негізінде мен прям тоже таңдауым қиын болды. Ақ пиджак алайын ба, или қарасын алайын ба, или осы түсін алайын ба деп жүрмін да. В принципе, осындай түстер ұнап жүрсе, дәл осындай бір мятный түстер прям соңғы кездері ұнап жүр. Мен бұны прям күнде кие аламын деп айта алмайтын едім, потому что пиджакпен мен кәдімгідей қысыламын, өте дискомфортный негізінде. Еще мен твидовый пиджак алғым келіп жүр. Келесі покупка ол менде рубашка қарапайым. Бұны тоже мен жазда алған болатынмын. Жазда осы универде кием деп алғам. Осындай ақ кәдімгі оверсайз рубашка. Мына рубашка прям маған өте қатты ұнап қалды. Еще мен осындай капрон алдым. Капронда көрсетуім керек. Осындай бронзовый коричневый түстегі алған ұнайды. Жаңағы бермудымен осы капронды киетін боламын. Давайте енді мен сіздерге сумкаларымды көрсетемін. Сумкадан ең бірінші Қазақ Репабликтен шопер алдым. Осындай сөмке алдым. Осы көктемнен бері армандап жүрген шопер алғым келіп жүрген, бірақ та идеальныйын таппадым. Сосын Қазақ Репабликтен осы шоперді таңдай салдым. Ыңғайлы екен, сапасы да жақсы, ішінде тағы қалтасы да бар. Поэтому тоже алуға кеңес беремін. Менің арманым орындалды, шопер алдым, мен енді бақыттым. Итак, достар, келесі покупка. Ол Кариден осындай рюкзак алған болатынмын. Осындай рюкзак алдым. Бұл рюкзакты әлі ұстаған жоқпын. Осы шоперді ұстап болғасын, кішкене күн суғасын, уже осы рюкзакты ұстап бастайды шығар. Еще маған моделькасы ұнайды, андай ешқандай артық ештеңе жоқ та, қарапайым, бежевый, қайтадан бежевый. Сәткенен күзде осындай безрукавка алдым. Бұл безрукавканы да біз бірден таңдаған жоқпыз. Жаңағы инстаграмға да салдым, ағын алайын ба, қарайын алайын ба деп бір сағат ойланып дегенде ағын алдым. Наконец-то менде нормальный безрукавка бар. Мысалға дәл осылай біз универге бара алмаймыз. Мысалға күзде осылай сыртынан киіп алғанға прям өте күшті да. Тағы да бежевый. Братандар, неге менде бәрі бежевый болып кеткен? Мысалға жаңағы бежевый двойканы киемін да, сырттан осы куртканы киемін да, и жаңағы бежевый. Немді рюкзагымды тақсам бәрі бежевый болып кетті ғой, жан. Мен не істеймін? Қуанба мен, басып істеймін. Келесі сырт киім ол пальто. Көктемде, күзде кигенге, универге киіп барғанға осындай кәдімгі пальто. Алдыңғы пальтом прям түтіні шығып, андай не сондайлар шығып кетті да осылай. Мынандай солай шығып кетпесе болатын еді. Белі бар, өте ұзын, еще түсі тоже бежевый. Аржан қара сумка алу керек шығар. Кішкене андай цвет добавить ететіндей. Осымен біздің покупкаларымыз бітті деп айтпас бұрын осындай Джордан алдым. Наконец-то Джордан алдым. Енді бұл оригинал емес, кәдімгі бір шоурумнан алған Джордан. Прям стилі ұнатты, қараңыздар, прям әдемі. Мен осындай сияқты модельканы іздеп жүрген болатынмын. Слишком жап-жасыл, көркембек емес, осындай бір қоңыр, қарапайым, қап-қара да емес, аппақ та емес, осындай бір қоңыр Джордан іздеп жүрген болатын. Ішке де кигенге прям күшті вариант. Менің размерім, бірақ кию қиын, сол себептен енді
білмеймін даже қалай киетінімді. Все равно енді универге красотка болып барып жүру үшін енді өзім уход заттарды алдым. Короче, ватные диски, одан кейін мұнда шашқа арналған маска. Қазір енді шашыма көбірек күтім жасауым керек екенін түсіндім. Өйткені мен шашыммен прям өте үлкен проблемалар бар. Всегда мен жуам, бірақ та күтім жасамаймын да, сол себептен маска алдым. Одан бөлек осындай шашқа арналған органовый масло алдым. Негізінде уже эффект байқалып жатыр. Бір рет жаққанда прям әдемі болып, шашым шатаспай, кәдімгідей органның үстіне прям пайдалы масло дейді ғой. И осындай бетке арналған крем. Бетімде де мен көп болды дұрыстап уход жасай алмай жүргеніме енді наконец-то дұрыстап уход жасап бетке де крем алдым. Өйткені менің бетім негізі проблемный емес, бірақ та егер күтім жасамасаң, онда сондай жағдайға жетеді. Сосын осындай диджей деп сосын доктор Жарттың осындай умывалкасын алдым, пенкасын, прям көбісі осыны мақтайды. Сол себептен осыны алдым, примерно 6000-дай ма тұрады. Негізінде уже 2-3 рет қолдандым. Күшті деп айта аламын. Осындай Факалюр дейді ма, Estee Lauder, Catrice'тің тоналкасы емес, енді Факалюр да жаман емес. Күнде қолдана бермеймін, бірақ та бір особый случайда прям бетім онша емес болып тұрған кезде қолдануға болады осындай тоналка. Осындай повязка, әйтпесе мен кекілім болғандықтан прям қиналып кетем ше уход жасағанда, боянған кезде, сол себептен повязка алдым. И осындай заколка мен осындай тарақ, тоже кекілімді уложить ету үшін осындай тарақ прям күшті көмектеседі. Осы мен шашымды кептірген кезде күшті укладка болады, так что осындай тарақты алдым. Еще мына жерінде тоже мындай заколка бар екен. Сонымен осындай бір уход осы универге осы бірінші семестрға жеткізуім керек. Енді күнде әдем болып жүрім керек қой, өзіме ұнап деген сияқты. Сол себептен осындай заттар. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, автомат кетіңіздер. Осындай холл сияқты видеолардың көбірек шыққанын қаласаңыздар, онда міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сол арқылы мен мысалға қыста да холл түсіруім мүмкін. То есть холл деген нәрсенің көбірек ұнайтынын мен түсінетін боламын. Инста парақшама өтсеңіздер болады. Инста парақшамда мен күнделікті универден де бір стористер салып отырамын, прямой салып отырамын. Осылай бірге шопинг жасап қалуымыз да мүмкін. Сол себептен де машина өтіп кетсін тез. Өтіп кет. Күте тұрамын, өтіп кет. Өтіп кетейік, жол бер.